Ол бар болғаны бір түнге бала қарау үшін $400 төленетін жұмысқа келісті. Бірақ бұл жұмыс оның өмірін мәңгілікке өзгертетінін білмеді. Оқиға 1980 жылы басталады. Басты кейіпкер Саманта есімді колледж студенті. Ол өзіне жаңа тұратын жер іздеп жүреді. Себебі жатақханада бірге тұратын Хизер бөлмеге жігітін жиі әкеліп, екеуі Самантаның көзінше жақындасатын. Бұл жағдай Самантаға қатты ыңғайсыздық тудыратындықтан, ол жатақханада бұдан әрі тұра алмайтынын түсінеді. Бақытына қарай, Саманта айына небәрі $300 тұратын бір бөлмелі пәтер табады. Пәтер иесі тіпті кепілақы төлеуден босатып, тек алғашқы айдың жалдау ақысын төлеуге келіседі. Саманта ақшаны дүйсенбіге дейін, яғни шамамен 5 күннің ішінде беруі керек еді. Ақшаны төлегеннен кейін оған келесі демалыста пәтерге көшіп кіруге рұқсат етілетін. Өкінішке қарай, үйінен жырақта оқып жүрген колледж студенті болғандықтан, Самантаның жалдау ақысын төлеуге жеткілікті ақшасы жоқ еді. Ақшаға қатты мұқтаж болған ол колледждегі хабарландыру тақтасынан көрген бала күтуші қажет деген хабарландырудағы нөмірге қоңырау шалады. Алайда таксофоннан хабарласқанда қоңырау бірден дауыстық поштаға түседі. Саманта тек өзінің аты жөнімен хабарласуға болатын телефон нөмірін қалдырып үлгереді. Бір қызығы, ол тұтқаны қойғаннан кейін бірнеше секунд өткенде, таксофон кенеттен шырылдайды. Алло. Арғы жақтағы адам өзін Винсент Амен деп таныстырады. Ол бала күтуші жұмысына байланысты хабарласып тұрғанын айтып, Самантадан студенттер мен жұмыс жөніндегі ғимараттың алдына келуін сұрайды. Бірақ Самантаны таңғалдырғаны, Винсент нақты қай уақытта кездесетіндерін айтпастан, телефонды бірден қоя салады. Бұл жағдай күмәнді көрінгенімен, Саманта жұмысқа қатты мұқтаж болғандықтан, студенттер мен жұмыс жөніндегі ғимараттың алдында бірнеше сағат бойы күтеді. Алайда Винсент мүлдем келмейді. Көңілі қалған Саманта болған оқиғаның бәрін өзінің ең жақын құрбысы Меганға айтып береді. Самантаның қаржылық жағдайының өте қиын екенін көрген Меган, егер ол жаңа пәтерінің ақысын төлей алмаса, әкесінен көмек сұрап көруге ұсыныс жасайды. Сондай-ақ ол Винсенттің бала күтуші іздеген барлық хабарландыруын тақтадан жұлып тастау керек екенін айтады. Сонда басқа ешкім Саманта сияқты босқа уақыт жоғалтпайтын еді. Алайда Саманта бұл жағдайды ұлғайтпай, жайына қалдыруды шешеді. Жатақханаға қайтып келгенде, ол бөлменің тағы да астан-кестең болып жатқанын көреді. Хизер болса, ештеңеге алаңдамай, қатты қорылдап ұйықтап жатыр еді. Бұл көрініс Самантаның көшіп кету туралы шешімінің дұрыс екеніне сенімін одан әрі арттырады. Бірақ төлей алмай жүрген пәтер ақысы туралы ой оны қатты қинайды. Жалғыз өзі жуынатын бөлмеде отырған Саманта көз жасына ерік береді. Біраз уақыттан кейін ол бөлмесіне қайтып келгенде, Хизер бір ер адамның хабарласып, Самантаға телефон нөмірін қалдырғанын айтады. Саманта уақыт жоғалтпастан бірден сол нөмірге қоңырау шалады. Қоңырау шалған адам Винсент болып шығады. Ол кездесуге келмей қалған үшін кешірім сұрап, шұғыл шешілуі керек бірнеше күтпеген мәселеге байланысты қолы тимей қалғанын түсіндіреді. Винсент Самантаға сол түні әлі де шұғыл түрде бала күтуші қажет екенін айтады. Егер Саманта мүмкіндігінше тезірек келе алса, әдеттегі төлемнен 2 есе көп, яғни $100 беруге дайын екенін жеткізеді. Бұл ұсыныстан бас тарту Саманта үшін өте қиын еді. Себебі бұл ақша жаңа пәтерінің жалдау ақысын жинаудың алғашқы қадамы болар еді. Сондықтан ол жұмысқа келісіп, Винсент айтқан мекен жайға аттанады. Оны көлігімен Меган апарып тастайтын болады. Жол бойы радиодан сол түні болатын айдың толық тұтылуы туралы үздіксіз хабарлап жатады. Бұл сирек кездесетін құбылыс анық көрінеді деп күтілгендіктен, жұрттың бәрі осы оқиғаны талқылап жатқан еді. Көлікпен келе жатып, Меган Самантаға Винсенттің колледждегі хабарландыру тақтасына ілген барлық қағазын жасырын түрде жұлып тастағанын мойындайды. Ол басқа адамдардың да Саманта сияқты алданып қалғанын қаламаған еді. Мұны естіген Саманта Меганның әрекеті қиындық туғызбайды деп үміттенеді. Олар белгіленген жерге жақындаған сайын жолдар босап, айнала оқшаулана түседі. Тіпті орманның арасымен өтіп, зираттың жанынан жүріп барып қана Винсенттің үйіне жетеді. Үйдің алдында қызыл түсті Volvo көлігі тұр еді. Саманта мен Меганды телефон арқылы хабарласқан Винсент қарсы алады. Ол жылы жүзбен амандасып, қыздарды үйге шақырады. Әңгіме барысында Винсент әйелі екеуінің бұл қалаға жақында ғана көшіп келгенін айтады. Қалаға келгеннен бері олардың бос уақыты болмаған, өйткені көптеген шаруамен айналысып жүр екен. Оның үстіне, дәл сол түні айдың толық тұтылуы болатын еді. Винсент олардың үйі айдың тұтылуын көруге арналған ең жақсы орындардың бірінде орналасқанын айтып, әзілдейді. Бірақ өзінің астроном емес екенін де ерекше атап өтеді. Әңгіме еркін арнаға түскеннен кейін, Винсент Самантамен жеке сөйлесу үшін оны басқа бөлмеге шақырады.
Сол жерде ол жұмыс туралы шындықты толық айтпағанын мойындайды. Винсент олардың баласы бар болғанымен, оның әлдеқашан ересек адамға айналғанын түсіндіреді. Сондықтан хабарландыруда айтылғандай кішкентай балаға қараудың орнына Самантаның шын мәніндегі міндеті Винсенттің енесі Даниэльге кеш бойы серік болу еді. Мұны естіген Саманта жұмыстан бас тартуды ойлайды. Себебі оның қарт адамдарға күтім жасау тәжірибесі жоқ еді. Алайда Винсент Даниэльдің науқас емес екенін және оған ешқандай медициналық күтім қажет еместігін айтып, Самантаны тыныштандыруға тырысады. Саманта тек үйде отырып, егер Даниэль түнде оянып, қандай да бір көмек сұраса, жәрдем беруі керек. Винсенттің айтуынша, бұл қарапайым бала күтуші жұмысынан еш айырмашылығы жоқ еді. Түсініктемені естігеннен кейін де Саманта келісуге асықпайды. Себебі Винсент әу бастан оған өтірік айтқан болатын. Мұны түсінген Винсент Самантаны қалдыру үшін барын салады. Алдымен ол төлемге қосымша $100 қосатынын айтады. Саманта сонда да келіспегенде тағы $200 ұсынады. Ақыр соңында Винсент Самантаға Даниэльге бір түн серік болған үшін жалпы $400 төлеуге келіседі. Мұндай қомақты ақшадан бас тарту өте қиын еді. Әсіресе Самантаға жаңа пәтерінің ақысын төлеу үшін ақша шұғыл қажет болатын. Біраз ойланғаннан кейін ол ұсынысты қабылдайды. Алайда Меганның күдігі бұрынғыдан да күшейеді. Оның ойынша жағдайдың бәрі тым оғаш еді. Алдымен олар жұмыс туралы өтірік айтты. Енді Винсент бірнеше сағат қарт әйелге серік болған үшін орасан көп ақша ұсынып отыр. Меган Самантадан өзімен бірге кетуін өтінеді, бірақ Саманта қалуға шешім қабылдайды. Біз кетуіміз керек. Мұның бәрі тым оғаш. Олар саған өтірік айтты. Меган, өтінемін. Маған ақша керек. 4 сағатқа $400 береді. Бұл өте ақымақтық. Сағат 12:30-да келіп, мені алып кетуге уәде бер. Содан кейін бәрі бітеді. Самантаның ескертуіне құлақ аспағанына ашуланған Меган ақырында үйден кетеді. Бірақ ол бірден үйіне қайтпайды. Винсенттің үйінен алыс емес жердегі зираттың маңына көлігін тоқтатады. Меган темекі шегу үшін оттықты жағуға тырысқанымен, оттығы кенеттен істемей қалады. Сол сәтте Виктор есімді жұмбақ ер адам пайда болып, оған өзінің оттығын ұсынады. Алғашында ешқандай оғаш нәрсе байқалмайды. Алайда Виктор Меганның үйге жұмыс істеуге келген қыз емес екенін түсінген сәтте, оның жүзі бірден өзгеріп кетеді. Ол ештеңе айтпастан тапаншасын шығарып, Меганның басынан атып өлтіреді. Осы уақытта Саманта өзінің ең жақын құрбысының жаңа ғана өлтірілгенінен мүлдем бейхабар еді. Винсент Самантаға өзін тыныш сезіну үшін алдын ала $200 береді. Сонымен қатар кешкі ас сатып алуға деп қосымша ақша қалдырады. Ол пицца мейрамханасының телефон нөмірі тоңазытқыштың есігіне ілінгенін де айтады. Винсенттің айтуынша, Даниэль әлі ұйықтап жатқандықтан, Самантаға әзірге ештеңе істеудің қажеті жоқ. Ол тек үйде қалып, Даниэль түнде оянған жағдайда көмектесуі керек. Барлығын түсіндіріп болған соң, Винсент Самантаға өзі мен әйелі Вивиан тоқтайтын қонақ үйдің мекенжайы мен телефон нөмірін береді. Егер төтенше жағдай болса, Саманта сол нөмір арқылы хабарласа алатын еді. Содан кейін Винсент Вивианды алып келу үшін жоғарғы қабатқа шығатынын айтады. Алайда біраз уақыттан кейін Саманта төменгі қабатта тұрып, олардың әңгімесін кездейсоқ естіп қалады. Винсент енді бұрынғыдай қателік болмауы керек екенін айтады. Сондай-ақ ол Самантаның дәл керекті қыз екенін және осы түннен кейін бәрі ақыры аяқталатынын жеткізеді. Саманта оның сөздерін үнсіз тыңдайды, бірақ не туралы айтып жатқанын түсіне алмайды. Бірнеше минуттан кейін Вивиан кенеттен басқа бөлмеден шығып, Самантамен жылы амандасады. Саманта абдырап қалады. Себебі Винсент жаңа ғана әйелін алып келу үшін жоғарыға шығатынын айтқан еді. Алайда Вивиан жертөле жақтан пайда болды. Вивиан жертөлеге аң терісінен тігілген тонын алуға түскенін түсіндіреді. Ол шөлді жерде өскенін және суық ауа райына үйренбегенін айтады. Біраз әңгімелескеннен кейін Винсент пен Вивиан қызыл Вольваға отырып үйден кетеді. Саманта үйде өзі әлі көрмеген Даниэльмен жалғыз қалады. Саманта Меганға бірнеше рет қоңырау шалады, бірақ оның ешбір қоңырауына жауап берілмейді. Ол Меганды өзінің ақылын тыңдамаған үшін әлі ренжіп жүр деп ойлап, кешірім сұраған дауыстық хабарлама қалдырады. Сәлем. Егер маған ренжіп жүрсең, кешірші. Тек үйге аман есен жеткеніңді айтшы. Іші пысқан Саманта Винсент қалдырған нөмір арқылы пиццаға тапсырыс береді. Жеткізуші тапсырыстың шамамен 30 минутта келетінін айтады. Пиццаны күтіп отырып, Саманта үйдің барлық бұрышын дерлік аралап шығады. Ол бөлмеден бөлмеге кіріп, пианинода ойнайды, жұмыс бөлмесін қарайды және тіпті жоғары қабаттағы үлкен терезелері алдыңғы ауланы көрсетіп тұрған кең ақ бөлмеге кіреді.
арасында теледидардан жаңалықтарды да көреді. Жаңалықтарда айдың толық тұтылуы туралы хабарлар жалғасып жатқан еді. Тележүргізушінің айтуынша, ай дәл түн ортасында жердің көлеңкесіне толығымен еніп, тұтылу ең жоғарғы шегіне жетеді. Содан кейін Саманта плеерін тағып, музыка тыңдап, үйді аралауын жалғастырады. Үйдің ішінде жүріп, ол абайсызда сәндік құмыраны қағып кетеді. Құмыра еденге құлап, быт-шыт болып сынады. Сынған құмыраның бөліктерін жинап жатқан кезде, Самантаның назары екінші қабаттағы Вивианның киім шкафына түседі. Бір нәрсе бірден күмән туғызады. Вивиан жертөлеге тонын алуға түскенін айтқан еді. Егер бұл рас болса, оның барлық аң терісінен тігілген тондары неге жоғарғы қабаттағы шкафта ілулі тұр? Самантаның қызығушылығы одан әрі артады. Ол шкафтан бірнеше отбасылы фотоальбом салынған пластик пакет табады. Бірақ суреттердегі адамдар Винсент пен Вивиан емес, мүлдем басқа отбасы еді. Фотосуреттердің бірінде сол отбасы, қазір Винсент пен Вивиан айдап кеткен қызыл Вольваның алдында суретке түсіп тұрған. Бұл жаңалық Самантаның мазасыздығын одан әрі күшейтеді. Өзін жайсыз сезінген ол басын тынықтыру үшін біраз уақытқа сыртқа шығады. Аулада тұрған кезде Саманта үйдің маңында тоқтап тұрған фургонды байқайды. Алайда фургонның артында бір жұмбақ ер адам жасырынып, оның әрбір қимылын бақылап тұрғанын Саманта білмейтін еді. Өзін аңдып тұрған адамнан бейхабар Саманта Меганға қайтадан қоңырау шалады. Бірақ бұрынғыдай ешкім жауап бермейді. Оның бойындағы үрей күшейе береді. Тіпті жуынатын бөлмеге барарда да бірдеңе болып қалуы мүмкін деп ас үй пышағын өзімен бірге алып жүреді. Көп ұзамай ол жоғарғы қабаттан түсініксіз дыбыс естиді. Саманта дыбыс шыққан жаққа баяу жүріп, жабық есіктің алдына келіп тоқтайды. Бәрі дұрыс па? Ол қызыққанымен есікті ашуға батылы жетпейді. Оның орнына сырттан тұрып Даниэльді шақырады. Бірақ ешқандай жауап болмайды. Саманта есіктің алдында тұрған кезде көрермендерге бөлменің ішінде не бар екені көрсетіледі. Бөлменің ішінде қанға боялған 3 адамның денесі шашылып жатыр еді. Олар Саманта фотоальбомнан көрген отбасының мүшелері болатын. Олардың қорқынышты жағдайына қарап, әлдебір жантүршігерлік рәсімнің құрбаны болғанын аңғаруға болады. Біраз уақыттан кейін есіктің қоңырауы соғылады. Бұл тапсырыс берген пиццаның келгенін білдіретін. Саманта төменге түсіп, пиццаны алады да қайтадан үйге кіреді. Алайда пиццаны жеткізген адамның Меганды өлтірген Виктор екенін ол білмейтін. Пиццаны берген кезде Виктор үйдің айналасына үнсіз көз жүгіртіп, содан кейін кетіп қалады. Осы уақытта айдың толық тұтылуы өзінің шарықтау шегіне жақындай түседі. Саманта бұл үйде бір нәрсенің дұрыс емес екеніне енді толық сенімді болады. Ол Винсент берген төтенше жағдайда хабарласатын нөмірге қоңырау шалады. Бірақ нөмірдің қызмет көрсетпейтіні анықталады. Винсенттің оған жалған нөмір бергенін түсінген Саманта қатты үрейленеді. Қорыққанынан ол 911-ге қоңырау шалуға әрекеттенеді. Алайда қоңырау қосылмай тұрып ойын өзгертіп, тұтқаны қоя салады. Бірнеше секундтан кейін үйдің телефоны шырылдайды. Қоңырау шалған 911 қызметінің операторы еді. Ол осы үйден жаңа ғана қоңырау түскенін хабарлайды. Саманта операторға бәрі дұрыс екенін және ешқандай төтенше жағдай болмағанын асығыс айтып, тұтқаны қояды. Өзін тыныштандыруға тырысқан Саманта қонақ бөлмеге отырып, тапсырыс берген пиццаны жей бастайды. Бірақ бірнеше тістегеннен кейін оның дәмі бір түрлі екенін байқайды. Саманта пиццаны бірден қоқыс жәшігіне тастайды. Қорқынышы күшейіп бара жатса да, Саманта қайтадан жоғарғы қабатқа көтеріліп, жұмбақ есікке жақындайды. Даниэль сол бөлмеде демалып жатқан шығар деп ойлағандықтан, ол әлі де есікті ашпайды. Оның орнына басқа бөлмелерді тексеруге шешім қабылдайды. Жуынатын бөлмеге кірген кезде Саманта ваннаның ішінен адам шашының өте үлкен бір шоғырын көріп, шошып кетеді. Шаштың мөлшері қалыпты жағдайдан әлдеқайда көп еді. Бұл үйде шынымен жантүршігерлік бірдеңе болып жатқанына оның көзін жеткізеді. Саманта үйді тексеруін жалғастырып, ақырында шатырға шығатын есікке келеді. Ол жарықты қосу үшін қолын созған сәтте бүкіл үйдегі электр жарығы кенеттен сөніп қалады. Дәл сол сәтте айдың тұтылуы да толық шегіне жетеді. Кенеттен шатырдың есігі баяу ашыла бастайды. Ішінен біреу немесе бір нәрсе шығуға дайындалып жатқандай көрінеді. Саманта қатты қорыққаннан әлсіреп кетеді. Көзі бұлдырап, шатыр есігінің ар жағында не тұрғанын көріп үлгерместен есінен танып қалады. Саманта есін жиғанда өзін бөлменің ортасындағы жын шақыруға арналған шеңбердің ішінде жатқан күйінде көреді. Оның айналасында ондаған шам жанып тұр еді. Қолдары мен аяқтары мықтап байланған, ал аузына мата тығылғандықтан көмекке айқайлай алмайды.
Бірнеше минуттан кейін бөлмеге Винсент, Вивиан, Виктор және Даниэль кіреді. Сол кезде Виктордың шын мәнінде Винсент пен Вивианның ұлы екені белгілі болады. Ал Даниэльдің сыртқы келбеті соншалықты қорқынышты еді, ол адамға әрең ұқсайтын. Олар уақыт жоғалтпастан рәсімді бірден бастайды. Даниэль қанды пайдаланып Самантаның ішіне жұлдыз тәрізді белгі салады. Содан кейін оның үстіне ешкінің бас сүйегін қояды. Одан кейін Даниэль өзінің сол қолын кесіп, қанын бас сүйектің ішіне тамызады. Қанның біразын Самантаның маңдайына жағып, соңында бас сүйектің ішіне жиналған қанды Самантаға күштеп ішкізеді. Рәсім жүріп жатқанда Саманта қолы мен аяғындағы арқаннан босау үшін бар күшімен арпалысады. Ақырында ол байлаудан босап шығады. Сол сәтте жанталасқан төбелес басталады. Саманта өткір затпен Винсентті пышақтайды. Содан кейін саусағын Виктордың көзіне тығып жібереді. Виктор қатты ауырсынғаннан айқайлап жібереді. Тек сол кезде Саманта рәсімнің шын мақсатын түсінеді. Омен отбасының рәсімі Самантаны жынның ұрпағын көтеретін денеге айналдыру үшін жасалған еді. Даниэль рәсімнің негізгі бөлігін атқаратын. Ал Винсент, Вивиан және Виктор бүкіл өмірін осы рәсімді жүзеге асыруға арнаған отбасы мүшелері болатын. Болған абыр-сабырды пайдаланған Саманта жоғары қабатқа қарай жүгіріп кетеді. Алайда оның бірінші көргені Меганның жансыз денесі болды. Ол қорқынышты жағдайда жатыр еді. Дәл сол уақытта Виктор Самантаның сол иығынан атып жібереді. Жараланғанына қарамастан, Саманта қарсыласып, пышақпен Виктордың тамағын кесіп жібереді. Содан кейін қайтадан қашып кетеді. Ұлы Виктордың өлгенін көрген Вивиан ашуға мініп, Самантаның соңынан тоқтаусыз қуады. Осы кезде Самантаның іші адам төзгісіз қатты ауыра бастайды. Сонымен қатар оның санасында Даниэльдің қорқынышты бейнесі қайта-қайта пайда болады. Көп ұзамай Вивиан Самантаны қуып жетеді. Бақытына қарай, Саманта соңғы сәтте қарсы тұрып, Вивиан басқа жаққа алаңдаған кезде оның арқасынан пышақ соғады. Саманта Виктордың тапаншасын алып, 911-ге қоңырау шалуға әрекеттенеді. Бірақ оның санасын Даниэль туралы қорқынышты елестер үздіксіз мазалай береді. Қатты үрейленген Саманта жүгіре беріп, ақырында зиратқа жетеді. Винсент пышақ жарақатынан қандайда бір жолмен аман қалып, ауырсынуына қарамастан оның соңынан келеді. Жақындамай тұрып, Винсент Самантаға Даниэльдің оны таңдағанын айтады. Оның сөзінше, рәсім әлдеқашан аяқталған және енді Саманта өз тағдырынан ешқайда қаша алмайды. Алғашында Саманта Винсентті атып өлтірмек болады. Бірақ өз денесінде бір нәрсенің дұрыс емес екенін түсінгеннен кейін, тапаншаны өзіне қаратып, шүріппені басады. Келесі күні таңертең теледидардан өткен түндегі айдың толық тұтылуына байланысты болған оғаш құбылыс туралы хабарланады. Астрономдар таңғалып қалады. Себебі айдың тұтылуы аяқталуы тиіс уақыттан әлдеқайда ерте біткен еді. Ежелгі заманнан бері айдың тұтылуы жын-перілердің күшімен құпия рәсімдер туралы аңыздармен байланыстырылып келген. Алайда ең үлкен таңғаларлық жағдай басынан өзіне оқ атқанына қарамастан Самантаның әлі тірі болуы еді. Ол ауруханада ем қабылдап жатты.